Балалар, сәлеметсіңдер ме? Бүгін біз екінші тапсырмадан бастап оқимыз. 15-ші беттегі екінші тапсырма жазылуын және есептеу тәсілін түсіндір дейді. Біз кеше сендермен айттық, 0-мен аяқталатын сандарды жазбаша көбейткенде 0-ді есепке алмай, алдымен сандарды көбейтеміз дедік. 2-ге 3-ті көбейтеміз. 2 3 6, 2 жерде 2 4 деймін да. Екеуінің артында неше 0 бар? 2 0-ді тіркеп жаза саламыз. Ары қарай. Мұнда да 2 жердегі 3 6, 2 жердегі 4. Мұнда енді 3 0 бар. 1 2 3 0-ді тіркейміз. Әр санды әр шақпақтың ішіне жазамыз. Мұнда енді 6 4. Мұнда енді 4 0 бар. 1 2 3 4 0-ді тіркей саламын. Тура сол сияқты енді үшінші тапсырма. Жазбаша есепте. Баған түрінде үшінші тапсырманы да дәл солай орындайсыңдар. Ары қарай, төртінші тапсырма. Тиімді тәсілмен есептеуді түсіндір дейді. Тиімді тәсілмен есептеуді түсіндір. 630-ды бөлеміз, шақшаның ішіне 3 пен 3-ті көбейтеміз. 630, 3-ке 3-ті көбейтеміз, 9. Осы тәсіл бізге ыңғайлы. Өйткені 3-ке 3-ті көбейтіп барып, 630-ды 9-ға бөлген ыңғайлы. Өйткені 6 жердегі 9-ым 63, 6 мен 9-ды көбейді. 6 жерде 9-ым 63 болады. Мынаның 0-ын артына тіркей саламын. Келесі. 300-ді бөлемін, 3 көбейту 25-ке. Енді бұл жерде біз тиімді тәсілін іздестіреміз. Ол үшін біз 300-ді 3-ке бөліп алып, оны 25-ке бөлген бізге тиімді. Өйткені 300-ді 3-ке бөлсем 100 болады. 100-ді 25-ке бөлсек 4 болады. Дәл солай қалған тапсырмалардың тиімді тәсілін тауып, сол тиімді тәсілмен шығарасыңдар. Келесі есеп 5-ші. Түйелер керуені шөл далада 3400 метр сағат орташа жылдамдықпен қозғалады дейді. Егер осы жылдамдық сақталатын болса, керуен 10 сағат ішінде қандай арақашықтықты жүріп өтеді? Қысқаша берілгенін жылдамдығы белгілі, түйелердің жылдамдығы белгілі. 3400 метр сағатына 3400 метр жүреді. Ол 10 сағат жүрсе, осы 10 сағаттың ішінде ол қанша қашықтықты жүріп өтуші еді? Ол үшін біз мына формуланы есімізге түсіреміз. Қашықтықты тапқан кезде жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Осыны басшылыққа алып, өздерің шығарасыңдар. Әсі. Түйе алып жүретін жүктің массасы шамамен 200 килограмм дейді. Әрқайсысы 10 түйеден тұратын 3 керуен қанша мөлшерде жүк тасымалдай алады? Бір түйе шамамен 200 килограмм жүк көтере алады. Сонда 10 түйеден тұратын 3 керуен қанша мөлшерде жүк тасымалдай алады? Алдымен нені тауып аламыз біз? Бір керуенде 10 түйе бар. Сонда бір керуендегі түйелер неше килограмм жүк тасымалдай алатын тауып алуымыз керек. Қысқаша берілген бір түйе 200 килограмм тартса, 3 керуен, 10 түйеден тұратын 3 керуен неше килограмм жүк тасымалдай алады? Ол үшін біздің бірінші амал, бір керуенде 10 түйе болса, бір керуеніміз неше килограмм жүк тасымалдай алады? Соны тауып алып, екінші амал, енді 3 керуенді табамыз. Келесі, бысы, түйе 200 килограмм жүк көтере алады. 2 тонна жүкті тасу үшін неше түйе қажет? Түйе 200 килограмм көтере алатын болса, бір түйе 200 килограмм жүкті көтере алатын болса, 2 тонна жүкті көтеру үшін бізге неше түйе қажет? Соны табасыңдар. Келесі, түбірі бірдей теңдеуді таба аласың ба? Оларды жұптастырып жаз. Алдымен біз мына бір теңдеуді шығарып алуымыз керек. X азайту 80 бөлі 40, 640. Алдымен не істеп аламыз? X азайту 80-ді жақшаның сол жағына шығарып аламыз. Жақшаның оң жағына 640-ті мұнда көбейт бөлу болса, жақшаның теңдіктің оң жағына көбейту болып түседі. Көбейтеміз.
Одан кейін x азайту 80-нің өзін қайталап жазамыз да, енді 640-ты 40-қа көбейткен кезде 25600 шығады екен. Енді x теңдіктің сол жағына шығарамыз да, 25600-ді өзін алдымен сол теңдіктің оң жағындағы санды жазамыз. Енді мынау азайту таңбасы, мұнда қосу таңбасы болып түседі. 25680 болады. Бұл x-тің түбірі 25680 болады. Енді жұптастырып жаз дейді. Мұнда қайсысында екінші бағандағы қайсысы келеді? 640-ты 40-қа бөлу келеді ма? Түбірі бірдей болып шығады ма? Бірдей болып шықпайды. Өйткені біз мұнда не істедік? 640-ты 40-қа көбейттік. Енді екеуінің түбірі бірдей болу үшін біз нені аламыз? Оның түбірі бірдей болу үшін жұбын қай жұпты аламыз? X азайту 80 тең 640 көбейту 40 дегенді аламыз. Өйткені екеуінің түбірі бірдей болып шығады. Келесі X, міне мына жерде енді X азайту 80-ді теңдіктің сол жағына шығарамыз. Оң жағына 640, енді мұнда көбейту теңдіктің оң жағына бөлу болып түседі. 640-ды 40-қа бөлеміз. Оған қай теңдік сәйкес келеді екен? Жұбы x азайту 80 тең 640 болады. Өстіп жұптастырып жазасыңдар, шығарасыңдар. Келесі 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырма шама өлшемдердің кестесін есімізге түсіреміз де, бұны білеміз, өзіміз жазамыз. Міне мысалы 25 километр 500 метр дегеніміз 25500 метр 2550 дециметр болады. Қалғанын өздерің білесіңдер, оны шығарасыңдар. 8-ші. Түйелер өз салмағының жартысына тең жүкті көтере алады. Ең мықтылар шамамен өз салмағына тең 600 кг жүкті көтеруге мүмкіндік бар дейді. Сонда бізде бір түйенің өзінің массасы 600 кг екені белгілі. Ең мықты шама өз салмағына тең дейді. Өз салмағы демек 600 кг болса, өз салмағының жартысы, қысқаша берілген қалай? Жартысы дегеніміз 2-ден 1 бөлігі. 600-дің 2-ден 1 бөлігін көтере алады. Сонда бір түйе неше килограмм жүк көтере алады? Бұл да өте оңай тапсырма екен. 9-ші. Бір адамға автобусқа барып қайтқан үшін 4300 теңгеге билет сатып алған болса, қонақ үйге күніне 6000 теңгеден 3 күнге төленсе, 2000 теңгеден 3 экскурсияға баратын болса, 5 саяхатшы қанша ақша жұмсайды дейді. Қысқаша берілген. Автобусқа 4300 теңге, 3 күн қонақ үйге 6000 теңге. Күніне 6000 теңге төленсе, 3 күнде қанша төлейді? Соны тауып аламыз. 3 экскурсияға 2000 теңгеден 5 адамға қанша теңге қажет болады, жұмсайды? 5 саяхатшы қанша ақша жұмсайды? 2000 теңгеден 3 экскурсияға баратын болса осындай. Сонда 5 саяхатшы қанша теңге жұмсайды? Осыны ойланып, өздерің шығарасыңдар. Үйге тапсырма 10 менен 11-ді шығарып келеміз. 11-ді баған түрінде шығарамыз.